Қайырлы күн, менің әлеуметтік желідегі достарым. Мен бүгін сіздермен ас үйдегі сүйікті істерімнің бірі, тәтті рогаликтерімнің пісіру әдісімен бөлісуді жөн көріп отырмын. Ол үшін маған 450-500 грамдай ұн, 80 грамм май, жылы сүт, 2 ас қасықпен дрор, жарты қасық ванилин, 75-80 грамм құм шекер, 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен жылы сүтке дрож, песок, ұн салып араластырып 5-10 минут көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін майымызды езіп, оған шекерімізді, ванилин, жұмыртқамызды қосып араластырып аламыз. Көтеріліп тұрған ашытқымызға дайын қоспамызды қосып, тағы да жақсылап араластырып алып, ұнымызды бөліп қосып, қамыр жасап аламыз. Енді ұнды өздеріңіз тығыздығына қарай аласыздар. Менің сүтім салқындау болғандықтан мен кішкене ыссы су құйған болатынмын. Сондықтан да маған ұнды қайта қосуға тура келіп жатыр. Жақсы әдемі нан илену үшін қолыңызды өсімдік майымен байлап алсаңыз, ыңғайлырақ болады басуға. Міне менің наным әзірде болып қалды. Тағы да ұн қосуға болар еді, бірақ мен жұмсақ, борпылдақ болу үшін өзімнің қамырымның бос болғанын қалаймын. Мен енді көтерілу үшін 15-20 минутқа қойып қоямын. Содан кейін қайта көтерілген сайын бірнеше рет басам. Міне менің қамырым дайында болып қалды, жақсылап көтерілді, қайта бастым. Енді мен бұны бірнеше бөліктерге бөлемін.
Менің әрбір бөлген бөлігім ол 60 граммнан шықты. Мен бәрін домалақтап, тағы да кішкене демалдырып алам. Енді шетінен алып қолыммен басып, видеодағылай ыңғайлап алам. Оқтаудың көмегімен төменгі жағын жұқалап созып, жолақтар жасайым. Салмасын салған соң жақсылап жан жағын басып, беркітіп, әдемілеп ораймыз. Екі жағын қолымыздың көмегімен созып шығарып аламыз. Содан кейін әдемілеп, домалатып ораймыз. Мен салмасына малинаның джемін пайдаландым. Енді повидло, ірімшік салсаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызша. Енді жұмыртқаның сарысына 1-2 ас қасық су қосып, үстіне араластырып, жақсылап. Сосын жаңа рогаликтардың үстіне салмақ салмай, әдемілеп, жағып, оның үстіне кунжут жемешкілеріменен әрлейм. Духовкада 180 градуста қызарғанша пісіріп алам. 35-40 минуттың айналасы болады. Менің духовкада пісіріп жатқан жерімді өзім абайсызда кетіріп алыппын. Енді оған айып етпесіздер. Міне менің рогаликтарым осындай жеп-жеңіл болып пісті. Егер менің видеом ұнаса, пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз дегім келеді.